Сәлеметсіздер ме балалар, біз бүгін сіздерді кітапханамызға жаңадан келіп түскен даналық әліппесі кітабымен виртуалды кітап көрмесі арқылы таныстырамыз. Қазақ халқы ежелден рухани мәдениеттің ошағы болып қалыптасты. Ақын жырауларымыздың, би шешендеріміздің ұрпаққа айтқан өсиеті қазақ даласында әлі күнге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Міне осындай рухани құндылықтарымызды дәріптейтін даналық әліппесі оқу-тәрбие кешені халқымыздың қымбат қазынасының бірізділікте жинақтаған тәрбие құралы. Кешеннің мазмұнына қобыз үні, домбыра күйі, бесік жыры, халық әні, халық аңызы, халық ертегісі, халық тағлымы, халық жыры, нақыл сөз, билер сөзі, аталар сөзі, бабалар батасы енгізілген. Олар баланың туғаннан бастап жас және жеке ерекшеліктеріне сай рухани құндылықтар арасында тәрбиелеуге, дамытуға, қалыптастыруға бағдарланып, біртұтас күйде жүйеленіп беріледі. Аталған кешен нұсқаулық 12 кітап және сөйлейтін қаламнан тұрады.